Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Мен атым Сәуле, Сайберен Wellness компаниясының бизнес партнерімін, консультантпын. Мен бүгін сіздерге компанияның маркетингін айтамын. Бұл жерде бизнес партнерларға арналған программалар және маркетинг 2025 және 2026 жылға арналады. Телефон номер көрсетілген описанияда, хабарласыңыз. Сұрақтарыңыз бар болса, компанияға тіркелем десеңіздер, хабарласыңыздар. Бизнес партнерларға арналған программалар. 6 программа бар. Клуб 200, клуб 1000, бизнес бонус, Quick-Start, Caesars план, Restart. Клуб 200 жаңадан тіркелген адамдарға арналады. Компанияға бизнес партнер болып тіркеліп, ай сайын 200 балл істеген кезде сізге беретін бонустар. Бірінші айы 6 ай қатарынан сіз 200 балды үзбей жасау керексіз. Яғни, егер үзіліп кетсе, онда келесі айдың сыйлығын ала алмай қаласыз. Бірінші ай компанияға тіркелген кезде, бірінші айда сіз 200 балл істейсіз. Әр істеген 200 балл істегенде сыйлығын келесі айда аласыз. Бірінші айда 200 балл істесеңіз, 17.000 теңге өнімін таңдайсыз да, 5.500 теңге төлеп аласыз. Сізде 11.500 теңге эконом болады. Сөйтіп, екінші айда 200 балл істейсіз. 200 балдан да жоғары жасауға да болады. Кем дегенде 200. Өзіңіз без привилегированный клиенттің балы қосылмайды бұл жерде. 200 балды екінші айда істесеңіз, сізге 220.000 теңге өнімін 5.500 теңге сатып аласыз, 14.500 теңге эконом. 5.500 теңге сіз наличка немесе бонусный ақшаны қолдануға болады. Үшінші айда 200 балл істесеңіз, сізге 25.000 теңге өнімін 5.500 аласыз, 19.500 теңге эконом. Ал төртінші айда 200 балл істесеңіз, 30.000 теңге аласыз, сізге 5.500 теңге төлеп 24.500 үнемдейсіз. Бесінші айы 200 балл жасап, 40.000 теңгенің өнімін аласыз, таңдап аласыз, 5.500 теңге төлейсіз, 34.500 теңге эконом болады өзіңізге. Алтыншы айы сіз 200 балл істеген кезде 48.000 теңге өнімін таңдайсыз да, 5.500 теңгеге сатып аласыз, 42.500 теңге. Компаниядан сонда сіз 180.000 теңге тауарын 5.500 6 айға көбейткенде 33.000 теңге сатып алады екенсіз. Сонда сіз 147.000 теңге өнімін, 147.000 теңгеңізді экономдайсыз, үнемдейсіз. Енді шартын қарай кетейік. Сіз компанияға тіркелгенде бірінші айдан бастап, немесе бірінші айда үлгере алмай қалсаңыз, екінші айдан бастап 200 балл істесеңіз, онлайн немесе офлайн жаңағы тапсырыс берсеңіз, осы клуб 200-ді аласыз. Ай сайын 200 балл істеу керек. 6 ай қатарынан үзбей жасаған абзал. Яғни 6 ай қатарынан сыйлықтарын алу үшін. Енді клуб 1000. Клуб 1000 деген мынандай. Яғни компания бұл жерде әрбір айда жасаған кезде сізге снежинка береді. Яғни жұлдызша береді. Компанияға келіп, өзіңіз үзбей 200 балл істеу керексіз. Қалған балл бизнес партнерларымен істеуге болады. Мысалы, 500 баллды жинауға болады. Яғни өзіңіз 200 балл жасасаңыз, яғни клуб 200 істеусіз, сырада жасауыз. Қалған 300 баллды бизнес партнер, привилегированный клиенттердің 300 балл істесеңіз, 500 балл болады. 500 балл істесеңіз, бір айда сізге бір снежинка береді. Егер бір айда 1000 балл істесеңіз, сізге 2 снежинка береді. Сөйтіп, снежинкалардың санын қосқан кезде ең үлкен сертификаттың сомасы 270.000 теңге болады. Ал енді қалай аламыз? Яғни сіз 3 ай бойы 1000 балл істедіңіз, 4-ші ай істей алмай қалдыңыз. Яғни 3 ай істегеннен сізге 6 снежинка береді, 555.000 теңге аласыз. Егер сіз 500 баллды ай өзіңіз 200 қалған 300 балды клиенттермен істейтін болсаңыз, 12 ай қатарынан 500 балл істесеңіз, сізге 115.000 теңге аласыз. Егер сіз 12 ай қатарынан 1000 балл үзбей істейтін болсаңыз, өзіңіз 200 және клиенттермен қосқанда 1000 балл істейтін болсаңыз, сізге 275.000 теңге сертификатын береді. Осылай. Сосын бизнес бонус деген бар. Сіз өзіңіз клуб 200 жасап жүрсіз.
командаңызға адам шақырасыз, бизнес партнер шақырасыз. Бизнес партнерді клуб 200 істейтін болса, сізге сол істеген адам клуб 200 істеген үшін, компанияға адам шақырып, оны істеткен үшін сізге компания бизнес бонус деген жаңағы премия береді. Яғни бонус береді. Бонус қалай істеді? Бұл жерде жаңадан адам компанияға шақырасыз, бизнес партнер болып тіркелу керек, клуб 200 жасау керек, сосын өзіңіздің бонусыңызды счетыңызға түсіреді. Ол адам бірінші ай 200 жасайды, сізге ештеңе түспейді. Екінші ай ол адам 200 балл істегенде сізге 5500 теңге келесі айда түседі. Солай ол адам үшінші ай 5500 істегенде келесі 4-ші ай сізге 5500 теңге бонус түседі. Барлығы бір адамнан 11000 теңге түседі. Солай сияқты сіз 10 адам жазсаңыз, сізге 110.000 теңге түседі. Мысалы, екінші ай, үшінші ай олар істесе, сізге 110.000 теңге бонус түседі. Міне осы сол туралы жазылған. Енді quick start, яғни быстрый старт. Компанияға келіп, жылдам жасаймын, жылдам табысқа шыққым келеді, жылдам премиялар алғым келеді деген адамдарға премиядан бөлек тағы да екінші қосымша премия беріледі. Осы quick start дейді. Компанияға тіркеліп, мысалы компанияға сіз тіркелдіңіз, бірінші айдан бастап сіз 2500 балл істейтін болсаңыз командамен, онда сізге 82.000 теңге сертификат береді. Получи сертификат на продукцию дейді. Яғни продукция алуға сертификат береді. Егер сіз 5-ші айда 5000 балды ашатын болсаңыз, сізге 160.000 теңге премия қосып беріледі. 165.000 теңге ақшалай береді. Яғни бизнес-тейм 5000 болған кезде сіз ИП ашасы, айлықты сіз бонус емес, ақшалай банк картасы арқылы алатын боласыз. Солай, міне қараңыз, бизнес-тейм 10.000 балл жасаған кезде командамен сізге 6-ші айда ашқан кезде 275.000 теңге түседі. Ал бизнес профи ранг 7-ші айда ашсаңыз, сізге 550.000 теңге түседі. Бизнес лидер жаңа ранг 10-ші айда ашсаңыз, сізге 1.100.000 теңге премия береді. Сафир бизнес лидер ранг 12-ші айда ашсаңыз, сізге 1.650.000 теңге береді. Егер сіз 18-ші айда Ruby бизнес лидер ашатын болсаңыз, компания сізге 4.000 теңге сертификат, 4 миллион теңге сертификат береді. Сол. Быстро неді. Ал енді быстрый старт. Енді сөзес план деген бұл премиялар. Әрбір рангты шыққан кезде, қай уақытта шығасыз, әрбір рангты шыққан кезде сізге компания премия береді. Компания премия береді. Ол премияны сіз ақшалай ала аласыз. Енді ол премияны қалай аламыз? Команда құрасыз, товарға оборот жасайсыз да. Сосын әрбір жаңа рангтен сізге ақшалай түсетін болады. Бизнес-тейм 5000 балл жасайтын болсаңыз, бизнес-тейм 5000 ранг шықсаңыз, сізге ақшалай бонус 110.000 теңге түседі. Бизнес-тейм 10.000 балл істейтін болсаңыз, 220.000 теңге. Бизнес профи ашатын болсаңыз, 125.000 теңгені ақшалай бермейді. Яғни жаңағы компанияға производствоға тегін жібереді. Сіздің жол ақыңызды өзіңіз төлейсіз. Бір компанияға производствоға бару, производствоны қарау, сосын үлкен конференция, қонақ үй сізге сол тегін болады. Бизнес лидерге шыққан кезде 800.000 теңге премия. Сафир бизнес лидерге шыққанда 5.500.000 премия береді. Яғни үйге деп, үй аласыз ба, өзіңіз қарайсыз ол жағынан. Қайсыға жұмсаймын десеңіз, өз еркілеріңіз. Енді Ruby бизнес лидер болған кезде 27.500.000 береді. Біздің Ақтаудың өзінде 3 адам осы рангке шығып, осы ақшаны алып отыр ақшалай. Платина бизнес лидер болғанда 38 миллион, Diamond бизнес лидер болғанда 60 миллион, Global бизнес лидер болғанда 170 миллион. Және де бір One Start Infinity лидер 500.000, $500.000, $750.000, $1000, $1.500.000 береді. Сонда қазір маркетингті көрсетемін. Рестарт деген бұрын компанияға тіркеліп, жаңа рангты
быстрый стартпен ашпаған адамдарға арналады. Ол үшін компанияда осы 2025 жылы декабрьдің соңына дейін жаңа ранты ашу керек. Открой, закрой и подтверди дейді. Следующие 2 месяца подтверди дейді. Міне, компанияға, яғни осы айдың декабрьдің соңына дейін бизнес-тем 5000 балашы 165 мың теңге береді. Бизнес-тем 10 000 балашы 275 мың береді. Бизнес-руби аша 550 мың береді. Бизнес-лидер болып ашса 1 миллион 100 мың теңге береді. Осылай. Компанияда профи бизнес-лидерден бастап автокөлік, автобонус программа ілігесі. Автобонус программасы кредит емес. Первоначальный взнос төлемейсіздер. Жаңада машина алып таңдайсыздар. Профи болған кезде, профи әр рантты жапқан кезде 3 ай подтверждение жасау керек. Содан кейін жаңағы автобонусқа қатысасыздар. Бизнес профиден бастап, бизнес профи, бизнес лидер, сафир бизнес лидер, руби бизнес лидерлер осы автокөлікті алуға болады, автобонусты. Компанияда автокөліктерге менен жоғары наставник Сидалиева Майера бар, Жанат Ходдаров, Избасаган Маржан, осылар барлығы Майраның командалар, және де басқа да бірнеше адамдар алды. Әзірше суреттері бар осы менде. Компанияда жұмыс жасау үшін біріншіден мен қалай табысқа шығамын дейді адамдар. Табысқа шыға алмай дейді. Ол үшін ең біріншіден сіз не қалайсыз, не армандайсыз. Құр арман болмау керек, сол арманды іске асыру керек. Жоспар құру керексіз, да? Соны назарға ұстап жұмыс жасау керексіз. Күнде-күн әрекет ету керексіз. Бір күн жасап, 2 күн жасамай олай болмайды. Яғни күнделікті анализ жасайсыз. Яғни бір айға жоспар құрасыз. Бір айда неше бал жасау керек. Күніне нешеге бөлу керек. Бір айда несін жоспарын бір 30-ға бөлсеңіз, күндегі істейтін балды шығарады. Сол балды істеуге әрекет жасау керек. Міне компанияның үлкен маркетинг планы. Маркетинг планы бұл жерде бизнес-тем 2500 ашылмаған, себебі ИП ашылмайды ол жерде. ИП бизнес-тем 5000 ашылды. Сондықтан мына маркетинг планында бизнес-тем 5000. 110 мың теңге бизнес-тем 5000 болғанда береді. 165-220 айлығы, быстыр стартпен 165 мың. Сонда қосқанда септек 100 мың, 330, 440 мың теңге ақша түседі. Өте күшті, тамаша. Бизнес-тем 10 мың балға 220 мың теңге түседі. Міне сол. Сосын егер лидер болған кезде сіздің командаңызда өзіңізді тіке бірінші линияда тіркеген адам бизнес профи болса, әр бизнес профиден 500 мың теңге сізге түседі. S-бонус бар, S-VIP бонус, Platinum бонус, Diamond бонус, Global бонус деген бар. Яғни сол бонустар қосып тіркеледі. Міне. Мына жерде проценттер, қанша процент, яғни товарооборот 1000 балл істесеңіз, командадан 12% саған түседі. 2500 істесеңіз, 19% командадан түседі. Мына бәрін есептейді, 37%-ға дейді. Астында первый линия, екінші, үшінші осындай линияда осындай пайыздар, табыстар түсіп отырады. Міне қараңыздар. Осы көпке рахмет. Эфирімді соңына қарағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта күтіңіздер. Келесі сабақта привилегированный клиенттің қандай мүмкіндіктері бар, соны айтамын.